Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы уақыт, өмір. Үшінші тапсырма: мәтінді тыңда, оқы, мәтінге тақырып қой, мәтін бойынша жоспар құр. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты мақсатсыз өтпеуі қажет. Адам уақытын, бойындағы қайрат-жігерін, ақыл-ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтқысыз еңбек етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игілік жасауға жұмсауы тиіс. Уақыт бізбен санаспайды, тез өтіп кетеді. Сондықтан өмірдің әрбір сәтін бір күндік қызықтармен ғана өткізбей, өмірді мәнді, мағыналы өткізуге тырысу керек. Қазіргі шақ адамның өмірінің қайратты да, мүмкіндігі мол, тамаша шағы. Ендеше, жастықтың бір күні сенің бүкіл өміріңе азық болады. Уақыт бар ғой деп, бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Өмірдің ұзақ екені рас, бірақ ол біреу ғана. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Ол ешқашан тоқтамайды. Расында да, біз өтіп жатқан уақыттың құнын біле бермейміз. Көбінесе уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана ұрамыз. Демек, уақыт адам баласына берілген өткінші бағалы зат. Уақыт қайта айналып келмейді. Халқымыз уақытты дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан алтынға бағалайды. Алтының әзірше өзіңде, оған басқалар көз салмасын десең, дұрыстап сақта. Әрбір жыл, ай, апта, әрбір күн, әрбір сағат, бір минут, бір секундтың өзіндік құны бар. Осыны түсіне біл. Төртінші тапсырма: мәтіндегі ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып айт. Пікір: оқыған мәтін бойынша пікіріңді бір сөйлеммен жаз. Дәлел: өз пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде. Мысал: пікіріңді өмірмен байланыстырып мысал келтір. Қорытынды: тақырып бойынша қорытынды жаз. Дескриптор кестесі: мәтінді оқиды, тақырып қояды, 1 балл. Мәтін бойынша жоспар құрады, 2 балл. 4 сөйлем тәсілін пайдаланып пікір дәлел жазады, 1 балл. Жазған пікір дәлеліне мысал келтіреді, 1 балл. Қорытынды жазады, 1 балл. 5-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап жаз. Адамның несі мақсатсыз өтпеуі керек? Адамның нені дұрыс жұмсауды үйрену қажет? Әр күнді қалай өткізу керек? Уақыт қалай өтуде? Қазіргі шақты қалай пайдаланған дұрыс? Адам үшін ең қымбат нәрсе не? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, жауабын 2-ші бағанға жазамыз. Дескриптор кестесі: сұрақтарға жауап жазады, 2 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Сауатты жазады, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.